Ассалаумағалейкум көрермен, бұл Мыңбұлақ жергілікті азаматтардың дәстүрлі түрде өткізіп келе жатқан маусымашар бәйгесі, өңірде өтіп жатқан тұлпарлар тойы туралы жұртшылыққа ақпарат бергенде, осы ауылдан шыққан жүйріктер жөнінде де естеріңізге жүрсе артық болмас деген оймен бір оқиғаны баяндап өтейін. Дәл осы ауылда Байғали ақсақалдың Сокол атты сәйгүлігі болған дейді жергілікті азаматтар. 1985-86 жылдардағы шопандар тойында осы мінсіз жүйрік ерекше көрсеткіш тіркейді. Бабымен баға қатар шапқан болат тұяқты жануар 25 шақырымдық аламанның басын соңына жалғап, қарқынына қарқын қосып, белгілі межені 34,5-35 минутта аяқтаған екен. Осы көрсеткіш айшықталып жазылған құжат сол уақытта Семейдегі архивке жолданады. Жолдарыңыз түсіп, уақыттарыңыз болып жатса, арнайы барып та көрерсіздер. Қазір 7,5 шақырымға белгілеген құнанда жарыс өтеді. Алатаңнан қара кешке дейін тыным көрмей баптаған атбегілердің жарысқа сайлап келген жүйріктерін таныстыруды бастап өтейін. Гауһартас атты жүйрік иесі Мұхтар, шабандоз Елнұр, бапкері Жандос, Мыңбұлақ ауылы. Қоянқасқа иесі Аманай, шабандоз Нұрай, бапкері Аманай, Мыңбұлақ ауылы. Жұлдыз иесі Бекжан, шабандоз Ерғанат, бапкер Ертуған, Мыңбұлақ ауылы. Ерке иесі Еркінтай, шабандоз Нұрдәулет, бапкер Алдияр, Шыңғожа ауылы. Жұлдыз иесі Шыңғыс, шабандоз Аслан, бапкері Шыңғыс, Аягөз қаласы. Секрет Ермек иесі шабандоз Расул, бапкері де Ермек, Мамырсу ауылы. Әсемқасқа иесі Еркеғали, шабандоз Тілек, бапкері Ермек, Аягөз қаласы. Қаршыға иесі Оралғазы, шабандоз Нұрислам, бапкер Оралғазы, Шыңғожа ауылынан келген. Көзайым атты құнан иесі Алтынбек, шабандоз Мұрагер, бапкері Алтынбек, Шыңғожа ауылынан келген жүйрік. Ал енді жарысты тамашалайық. Санаулы сәттерден кейін бәйге басталады. Бұл Ермек Дайырбай арнасы. Жарысты бізбен бірге тамашалаңыздар. Реті келсе біздің каналға тіркеліп, лайк қойып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып өтсеңіздер болады. Біз алдағы уақытта басқа да айтулы бәйгелерді сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше жарыс тамашалайық. Міне санаулы сәттерден кейін жарыс басталады. Ұлттық өнердің жанашыры болайық. Міне құнандар кетті. Ой, бір құнан шабандозға бас бермей алып қашты. Қара құнан. Я сәт. Аттар да аман болсын. Атқа шапқан азаматтар да аман болсын. Атшабардың шаңын аспанға көтеріп, құнандар бәсекесі өте қызу басталып кетті. Бір құнан салған жерден алдыға ұмтылған сынды. Бұл қателеспесек Мыңбұлақ ауылының Гауһартас атты құнаны болу керек.
Иә, гауһар тас. Тізгін тартқан шабандозға да дес бермей алдыға ұмтылып келеді. Міне, алғашқы айналымды аяқтап қалды. Жұртшылықтың алдына жақындап қалды. Өтті. Міне келесі толқын құландар. 3-4 қасқа. Гауһар тастың соңынан ерді. 5-ші қасқа. Тоғыз құнан арасындағы бәсеке осылай басталып кетті. Сол гауһар тас қарқынға қарқын қосып, соңынан ерген жүйріктерді жеткізер емес. Құнандар екінші айналымды аяқтап келеді. Алдыда гауһар тас, Мыңбұлақтың жүйрігі. Мыңбұлақтың жүйрігі. Міне, соңынан жалғасқан топ. Бірінші келе жатыр. Құнанның жеңімпазы аяп қалды. Одан кейінгілер өте ауысына. Міне жеңімпаз да жақындады.
шыққаннан шашасына шаң жұқтырмаған Гауһартас бірінші орын, Мыңбұлақ ауылының құнаны екінші 41-ші нөмірлі екінші келген қателеспесем 41-ші нөмірлі 41-ші нөмірлі секрет, онан соңғы 42-ші нөмірлі жүлделі 3-ші орынды алған, 3-ші орынды алған Әсем Қасқа, 4-ші орын Ерке, 5-ші орын Қаршыға болу керек. Ал, Гауһартас, бәйге құтты болсын. Рахмет. Тұлпарың туралы айтып өтші. Гауһартас байталымыз енді әкесі Ади Мұхаммедғали ағамыз селекциядан шыққан. Береке деген тайында жүгірген. Шешесі принцесса деген азаған бағылсын де. Иә. Ол да 2 жасқа дейін. Жанатбек осы Мыңбұлақтікі ғой, Иә, соғыстың биесі. Оқымағында, тайында жақсы бәйгеде тұтқан, жақсы көрсетіш көрсеткен. Шабандоз жарыс жол қалай болды? Негізі ойлаған, топта ұстап отырып деп топпен бірге. Бірақ А дегенде шығып алдың ғой. Бірақ байталымыз таппай қойды. Бас бермей қойды ма? Иә, топта сабап кете берді. Жарай, жақсы. Жақсы күндерде жолайық. Жеңісті күндер көп болсын. Әмин айтқаның.